Сәлем достар, бұл құпия каналы. Сіздермен бірге Альфия. Мен сіздерге қазір тез арада шұғыл түрде сізге ақша керек болса, шұғыл түрде ақша шақыру техникасын мен таныстырамын. Достар, ол үшін қазір мен сіздерге барлығын түсіндіріп өтемін. Біріншіден сіздерге осындай любой номиналды екі тиын керек. Менде мысалға қазір 100 теңге менен 20 теңге бар. Любой номинал бола береді. Мысалы 5 теңге, 10 теңге, 50 теңге деген сияқты. Осындай екі тиын керек. Сосын бізге перекрестік керек. Перекрестік деген жолдың айрығы көп адамдар енді түсінбеу мүмкін. Мынандай ручкам жазбай жатыр. Осындай үш жолдың айрығы, былайына кеткен жол, сосын тағы осындай перекрестік керек. Осындай Т тәрізді перекрестік керек бізге. Мына 4 жол емес бұл кезек. Тек осындай Т сияқты үш жаңағы несі бар перекрестік керек. Бұл жаяу жүргіншілер немесе көлік жүргіншілер перекрестік болса да болады. Қыздар, мен қазір түсіндіріп өтемін сіздерге. Бұл техниканы қандай жағдайда жасауға болады? Бұл техниканы мысалға сіздер кредит төлей алмай отырған жағдайда, немесе біреуге қарызыңыз болып, ол адам сізден қатты жаңағы талап етіп тұрса, немесе өзіңізге керек болып қалған жағдайда бұл техниканы жасауыңызға болады. Бұл техниканы жылына тек 3 рет жасауға болады. Одан көп жасасаңыз, ол әсері наоборот болады, сізде ақша болмай қалады. Сондықтан тек 3 рет жасауға болады жылына. Мен сізге бәрін түсіндіріп өтемін. Конечно, бұл маңызды, ең маңызды бұл жерде дұғада. Дұғаны комментарийға бекітіп қоямын. Бірінші комментарийға соны 7 рет оқисыңыз. Жедел ақша шақыру техникасы ғой бұл. Қазір атап өтем. Қыздар, мысалға жаңағы екі тиыныңызды мынандай қолыңызға, сол қолға, обязательно сол қол, оң қолыңызбен шатасып кетпесін, сол қолыңызға осындай екі әртүрлі номиналды 2 теңгені аласыңыз. Перекрестікқа бар, мысалы перекрестікқа ең бірінші өзіңіздің жүрген осындай перекрестікқа келесіңіз. Осындай бір шетте тұрып, сол қолыңызда, мысалы сізсіңіз, осы шетте тұрып, адамдар не десе о десін, ешкімге обращать етпеңіз. Қолыңыздан осыны ашып, жаңа мен берген дұғаны 7 рет оқисыңыз да, былай лақтыр жібересіңіз. Мына ортаға лақтыр жібересіңіз да. Егерде біреу ақшаңыз түсіп қалды, тиыныңыз түсіп қалды десеңіз де, сіздер қарамауыңыз керек. Прямо қайттан осы жолменен или басқа жолменен осылай артыңызға қарамай кетіп қаласыңыз. Қадеріңізге жараса достар, лайк басып бізді қолдап кетіңіз. Сізге түсінікті болды деп ойлаймын. Дұғаны бірінші комментарийға бекітіп қоямын. Соны дұғаны 7 рет оқисыңыз да, сол қолыңызбенен лақтырып кетесіңіз тиынды перекрестікқа. Жаңа түсіндіріп айттым ғой. Бұл достар, бұл техниканы тек жылына 3 рет жасауға болады. Одан көп жасауға болмайды, достар. Көбі сохранить етіп алып жатыр. Сохранить етіп жатыр, көбі қарап жатыр, просмотр, бірақ өздеріне, қаделеріне жараса да лайк басып, және комментарий қалдырмай сөйтіп кетіп жатыр көбі. Сондықтан құр қолға бата жүрмейді дейді ғой. Сол айтқандай алғыс ретінде маған да лайк басып, каналымызға жазылып кетіңіз. Достар, мен риза болар едім. Және де басқа да видео салуға маған мотивация берер еді. Сәттілік достар.